Трахомониаз жайлы не білеміз? Трахомониаз дегеніміз өте жасырын түрде өтетін, жыныстық жолмен жұғатын, қазіргі уақытта кең таралған инфекциялық ауру. Трахомониазбен жер шары тұрғындарының 10% зардап шегеді. Яғни бұл аурумен 1 миллиардқа жуық адам зардап шегеді. Трахомониаздың негізгі қоздырғышы трихомонас вагиналис. Трахомониаз адамға жұққанның өзінде 5 күннен 2 айға дейін жасырын күйінде жатады. Трахомониаз негізінен жыныстық жолмен жұғатын ауру, бірақ трахомониаздың қоздырғышы 24 сағат бойы ылғалды ортада тіршілігін сақтай алады. Соған байланысты кей жағдайда сауна, баня және ауру адамның киімдері, сүлгілері арқылы да бұл ауруды жұқтырып алуға болады. Бірақ бұл өте сирек кездеседі, бұлай жұқтырып алу жолы. Трахомониаз негізінен симптомсыз өтеді, 70% жағдайда, яғни ешқандай белгілері болмайды. Трахомониазбен ауыратын адам өзінің ауру екенін білмей, оны басқа адамдарға жұқтырып жүре береді. Негізгі көрінетін белгілері әйел адамдарда вагинитпен, ер адамдарда уретитпен көрінуі мүмкін. Ал егер белгілері көрінетін болса, әйел адамдарда жасыл түсті бөліністердің бөлінуі. Ол бөліністер көпіршікті болады және жағымсыз иісті болады. Сонымен қатар қышу, ашу, күйдіру сезімдері болады. Зәр шығару кезіндегі ауырсыну, іштің төменгі жағының ауырсынуы, температураның көтерілуі, сонымен қатар менструальды циклдің аралығында қан кетулердің болуы, сыртқы вульваның, яғни сыртқы жыныс органының қызаруы, ісінуі болады. Көбіне трахомониаз әйел адамдарда және ер адамдарда бедеулікке алып келуі мүмкін. Жүктілікті көтергеннің өзінде ерте уақытта босанып қою немесе эктопиялық жүктілік, яғни жатырдан тыс жүктіліктердің болуы мүмкін. Сонымен қатар сальпингофорит, пельвиоперитонит болуы мүмкін. Ер адамдарда импотенция, уретрит сияқты ауруларда, сонымен қатар простатитке әкелуі мүмкін. Трахомониаздың негізгі анықтау диагностикасы ПЦР тест және мазок арқылы анықтауға болады. Кез келген жыныстық қатынасқа белсенді жастар жылына кем дегенде 1 рет осы анализдерді тапсырып көру керек. Жыныстық қатынас кезінде тұрақты бір партнері болу керек және үнемі жыныстық қатынас кезінде сақтануды ұмытпау керек. Және ем алған кезде де партнермен бірге емделу керек және ем кезінде жыныстық қатынастан бас тарту қажет. Кей жағдайда емделгеннің өзінде 3 айдан кейін қайттан жұқтырып алуы мүмкін. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер.